мен сенімен ажырасам деді. Ондай дүкен ашатын болсаң, қарым-қатынас бітті деді. Бұның барлығын өз өмірімізге енгізе бастадық. Дене бойында, интимді зоналарым бойынша. Дұрыс жағынан қарайтын болсақ, бұлардың қандай пайдасы бар? Ойбай, бұл ұят. Діни тұрғыда адамдарға тиіп қалмау үшін, олардың сенімділік құндылықтарына тимеу үшін, мысалы, ерлі-зайыптылар арасында товарлардың 90%-ын қолдануға болады. Запрет қойылған элементтерді әлі таппадық. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба аласыз, тақырыптар аралас. Сәлем достар, бүгін пайдалы подкасттың кезекті қонағы Ержан Мырза. Жалпы Қазақстан үшін таңсық деуге болады, Қазақстан үшін бір жаңаша леп деуге болады. Осындай ұят емес атты интимді тауарлар дүкенінің қожайыны. Жалпы Ержан Мырза бұл рынокқа дайындалып келіп тұр, және де өзінің бір белгілі бір философиясы, миссиясы бар деуге болады. Себебі қазақстандықтар үшін осы жыныстық қатынасқа деген дұрыс қарым-қатынасты, дұрыс мәдениетті қалыптастыруға ат салысып жатқаны жайы бар. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Бұл нәрселермен айналысудың алдында, мысалы, әйеліңіз қандай реакция берді, бұл идеяңызды қаншалықты қолдады? Ол өте қызық жағдай. Алғашқы айтқан кезінде не деп айтты? Мен сенімен ажырасам деді. Ондай дүкен ашатын болсаң, қарым-қатынас бітті деді. Ұятың бар ма, жоқ па, жынысың ба деп айтты. Қатты ашуланды. Түсінбей қалды. Ты что, дурак что ли деп айтты. Енді айтқандай, бұл мәселе 2-3 күн бойы үйде талқыладық. Қайта-қайта сұрай береді, сен шынайы түрде соны ашқың келіп жатыр ма? Әзілдедім дешті. Әзілдедім. Жоқ, ашамыз дедім. Шешім қабылдадым, мен бұны толықтай шешім қабылдадым. Сен менімен неге ақылдаспайсың деген мәселе көтерілді. Жоқ, енді қазір ақылдасып жатырмын ғой дедім. Жоқ, сен уже шешім қабылдадың ғой дейді. 2-3 күн бойы мына ұрыс деңгейіне дейін келіп қалдық. Біздің балаларымыз бар ғой, бұлар қалай бұған қарайды? Мектепте біреулер бірігіп қалса не болады? Бұны көп талқыладық. Жақсы дедім, ол мәселені көтермедім. Тағы 1 ай бойы бұл тақырыпты зерттедім. Зерттегендіктен, Питерге, Москваға барып келгендіктен, әйеліме уже өзім философиямды көрсете бастадым. Айттым, қара дедім, статистиканы көрсеттім, проблемаларды көрсеттім. Біздің товарларымыз және мен бұл салада не істей алатынымды көрсеттім. Болған қарым-қатынасыма көз қарасын ауыстырған кезінде, шынымен шынайы түрде мықты екен ғой деп ойлады. Ашып көрейік деді да, бұған уже жылы қарай бастады. Кейін әрине бұны сатар алдында өз өмірімізге енгізе бастадық. Кішігірім маскаларын айтқандай майлағыштардан бастадық. Шынайы түрде біз 33-34 жасқа келген кезімізде бұларды ешқашан қолданбаппыз. Екеуміз де білімді, шетелдік білім алған, өзімізді дамыған адам деп санадық, бірақ өзіміздің бойымызда да шектеулер, мыңдаған шектеу бар екен. Мен қанша тренер болсам да адамдарды дамытып жатырмын, өзімді шектелген екенмін. Бұның барлығын өз өмірімізге енгізе бастадық. Және пайдасы шынайы түрде мықты екен, қызық екен. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Мысалы, ерлі-зайыптылар не қолданылады? Мынандай керемет Satisfyer деген фирманың, бұл дүниежүзілік әйгілі бір фирма. Бізде Toyota көлігі бар ғой, қазақстандық көлік деп айтады ғой. Бұл Satisfyer қазақстандық бір гаджет. Неге десеңіздер, бағасы орташа деңгейде, бірақ бұл ойыншықтың мыңдаған салада қолданылу мүмкіндігі бар. Екі жақты қарым-қатынаста ең бірінші қолдану тәсілі бұл бір-біріміздің бойымызға тигізу. Өйткені адам баласы қозып тұрған сәтінде қандай болса да түрлі вибрация, қолыңызды беріп көрсеңіз, мысалы вибрацияның өзі қанша эмоция түсіреді, Қазір мысалы эфир түсіріп жатырмыз, бірақ сонда да ішкі деңгейіміз қозып тұр, и бұл вибрациялар қандай мықты әсер береді. Өзіңіз ойлаңыз, сіз ерлі-зайыптыңызбен бірге, партнеріңізбен бірге, сексуал интимді қарым-қатынас алдында или процесс бойында, кезінде, дене бойында, интимді зоналарым бойынша бұмен тигізіп көрсеңіз, уже деңгейіңіз, сезім деңгейіңіз мың есе көтеріледі. Бұны қолдану жолдары өте көп. Айтқанымдай, дүкенімізге келсеңіздер, бұны ашықта көрсете аламыз. Бұны тікелей қолдану тәсілін көрсететін болса, бұл тікелей G точкасына да әсер етеді. Мына жақтан әйел баласының клиторына да әсер етеді. Ер кісі кірген кезде де, ер кісінің мүшесіне де әсер етеді. Сонда 3 жақты семейный вибратор, парный вибратор деп аталады, өте мықты құрал жабдық.
бір зерттеулер бар, адам баласын голый обнаженное тело дейді ғой, толықтай киімсіз денеден киімі бар дене көп қызығушылық тудырады. Неге? Өйткені сіздің сана сезіміңіздегі ойыңызда фантазияңызға мүмкіндік береді. Сондықтан ішкі киім қолданған кезде уже фантазияңыз жұмыс істейді. Одан басқа мысалы ойындарымыз бар дүкенде. Ойын қандай мүмкіндік береді сіздерге? Егеуіңізді ұялып тұрған, немесе тіліңізді бір өзіңіз жетпей жатқан фантазияңызды шығаруға, бір-біріңізбен бір ашық әңгімеге келуге әсер етеді. Ойынның бағасы бір 1000 теңгеге карта алсаңыз болады. Ол карталарда 50 шақты сценарий бар. Ондай сценарий өз басыңыздан шығарамайсыз, немесе ұялып тұрған боласыздар. Ал картаны алған кезде жауапкершілік өзіңізде емес, картада да. Вибраторларды көріп тұрмыз, вибраторлардың қандай маңызы бар дейсіз, және қандай түрлері бар, және де функциясы жайлы айтып өтсек. Вибраторлардың өзінен бастағым келіп жатыр. Бұл құрал жабдық, бұл құрылғы 1890 жылдары Англияда медикалық инструмент ретінде жасалған. Әйел баласының бойындағы ауырып жатқан болевые ощущения, снижение болевых ощущений дейді ғой, ауырып жатқан сәттерін түсіру үшін қорғалған. Менструация кезінде ауруларын түсіру үшін жасалған. Және психологиялық тұрғыда нервозность дейді ғой, нерв деңгейі жоғары болған кезде, жүйке жүйесі қозып тұрған кезде оның деңгейін түсіру үшін құрылған бір құрал жабдық. Бұны 50 жыл бойы медицинада қолданған. Бірақ 1950-1960 жылдары Америкада порно киноларын, Германияда порно киноларын түсіре бастаған кезде бұларды сол порноларда көп қолданды. Сондықтан адам балалардың барлығы бұларға бір негативті тұрғыда қарай бастады. Дұрыс жағынан қарайтын болсақ, бұлардың қандай пайдасы бар? Вибратор тек қана біреулер айтады, бір қате сенімділік бар, вибраторларды дейді, тек қана күйеуі болмаған жалғыз әйелдер қолданады дейді. Ол өте қатты қате түсінік. Не десеңіздер, ерлі зайыптар да бұның қарым-қатынастарына ішінде қолданылады. Қандай болса да вибратор бұл ер кісі үшін де қолданылуы мүмкін. Өйткені вибрация бағана көрсеткенімдей, бұл денеңізді қоздыруы мүмкін. Мысалы, мынау Satisfyer вибраторы, мыналар Hype деген Германия мен Американың бірге жасаған вибраторлары. Бұлар денеңізді қоздыруға қолданылады. Ләззат деңгейіңізді жаңа деңгейге көтеруге қолданылады. Ерлі зайыптар арасында интимді қарым-қатынасты түрлендіруге қолданыла алады. Функциялар өте көп. Мынаны алатын болсақ, мына вибратор клиторальный және вагинальный вибратор деп аталады. Өйткені бұл ішке кірген кезде G точкасына әсер етеді, ал мына жағы вакуумный стимуляция жасап тұрады. Вибрациясын өшіп қойын. Әр вибраторда ондаған режимдар болады. Тек қана мынаған қарайтын болсаңыз, вакуумный стимуляциясын қосып қойын қазір. Бұл клиторге саусаңыз қойсаңыз, клиторге жақындаған кезде, клиторге әсер етеді. Және сорып тұрады, вакуум жасайды, және сол вакуум арқылы ләззат алып келеді сіздерге. Екі жақты вибратор. Мына вибратор классикалық вибратор, бұл тек қана клиторальный вибратор, вагинальный вибратор ішке кіргізіп, вибрация жасап тұрады. Бұның да ішінде 10 шақты функциясы бар, режимдері бар, түрлі режимдері бар. Режимдер ауысып тұрады. Бұның барлығы rechargeable, жаңа қайтып өскен кезде зарядкасын беріп қолданыласыз. Бірақ бұл жақта бір маңызды мәселе айтып кетейін. Өкінішке орай нарықта бұлардың 70% тікелей AliExpress-тен алынған товарлар. Бұларға ешқандай сертификаттар жоқ. Және бұлар арзан болған кезде денеңізге қандай материалдан жасалады, сол маңызды. Зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан бұларды алар кезіңізде зерттеңіздер. Дүние жүзінде белгілі, сертификатталған және дұрыс жерлерден алынған товар болу маңызды. Өйткені өзіңізге ләззат әкелем деп зиянын әкеліп қоймаңыздар. Сіз жаңа айтып жатырсыз, Думканың адамдары, яғни діни басқарманың адамдарына да көрсетіп өттім, таныстырып өттім дейсіз, сол жайлы айтып өтсеңіз. Енді бұл жақта мен TikTokта да, YouTube'та да видео түсіретін білесіз. Әрине TikTokта өте көп ұятмендер деген мәселе бар, және білімсіздік мәселесі бар. Жамандайтын, боқтайтын, ұрысатын халық өте көп шығады. Бірден көрді ма, бірден ойбай бұл ұят. Ештеңке зерттемей, оны қарамай, бұны қаншалықты қандай жағдайларда қолданылуға болатынын білмей, бірден жамандайтын адамдар да бар. Оны көп естіп, мен өзімді сақтау үшін, өзімнің бір қателік жасамауым үшін, бұл тұрғыда теологияны зерттеп жатқан адамдармен ақылдастым.
товарларымызды көрсеттік, дүкенімізді көрсеттім, өзімнің видеоларымды көрсеттім. Әрине, діни мәселесі бұл бөлек мәселе, үлкен бір дүние болғандығымнан бұл жақта ақылдасып тұру керек. Қалай келістік? Мен келесі видеолардың барлығын сүрер алдында бұл саланың білімді адамдармен ақылдасып, діни тұрғыда адамдарға тиіп қалмау үшін, олардың сенімділік құндылықтарына тимеу үшін дұрыс бір өзгерістерді енгізетін боламын. Товарларымызға келетін болсақ, әрине бұл жақта рұқсат етілген және рұқсат етілмеген товарлар бар арасында. Рұқсат етілмеген кезде бұлардың да қолдану тәсілі маңызды. Мысалы, ерлі-зайыптылар арасында товарлардың 90%-ын қолдануға болады. Өкінішке орай бұл жақта шешім немесе бір сертификаттау деңгейіне келу қиын, өйткені толықтай білім болмағандықтан немесе стандарттар болмағандықтан оған жете алмай жатырмыз. Бірақ сонда да біздің мысалы витаминдеріміз, сатылатын маскалардың барлығын, составтарын қазір зерттеп жатырмыз ол кісілермен бірге, дүнгтің адамдармен бірге, және оған қарсы болатын товарларды сатудан шығарамыз деп ойлаймын. Бірақ қазіргі күнге дейін бізде болған товарлардың ішінде запрет қойылған элементтерді әлі таппадық. Сіздің дүкеніңізге келушілер тарапымен болған қандай қызық оқиғалары болған еді? Енді оқиғалар өте көп. Кейде жақында ғана бір мен досым келді. Досым келіп, әйелімен бірге келді. Әйелі қызығып, дүкеннің барын аралап жатыр. Досым болса қызарып кетті. Сатушы қыздар айтады, сіздің досыңыз тұрмыз ғой дейді. Неге? Қайта-қайта әйеліне, выходи, пойдем отсюда. Торопимся, біз тез, кет деп әйелін қайта-қайта мазалай берді дейді. Әйелі болса қызығыпты. Бірінші рет кірген екен ондай дүкенге. Әбден дүкен бәрін аралаған, ана күйеуі болса әйелімен ұрысып жатыр екен. Кетейік, қашайық деп. Өзге алып тұрғаннан. Ішінде анандай үлкен ұят сезім отыр. Қатты, соншалықты ішін жарып жатыр екен де, содан ашуланып кетті. Одан басқа мысалы бір әйел келіп, біздің кейбір вибраторларымызда низкочастотная вибрация деген бар. Бұл не деген сөз? Бұлшықеттерде қаталып жатқан стресс. Бұл әсіресе неден болады? Кезінде сексуальный домогательство дейді ғой. Сырттай қаламаған кезіңізде интимді қарым-қатынасқа кірген кезде әйелдер кейде тырысып қалады және интимді қарым-қатынастан ләззат алмайды. Бір әйел кісі келді, 5 жыл бойы ләззат алмаған екен қарым-қатынастан. Сөйтіп вибратор алған, низкочастотный вибратор алған, сол арқылы қайтып өміріне ләззат алып келген екен. Ондай кері байланыстарымыз да бар. Сол да мықты жағдай деп ойлаймын. Бір рет үлкен бір 70-тен асқан әйел кісі мен ер кісі кірді ішке. Мыналар қазір мен өзім тұрғам дүкенде қазір ұрса бастайды ғой деп ойладым. Қалай кімдер кірді? Енді 70 жасқа жақындап қалды ау деймін. Ерлі зайыптылар, әйел кісімен, енді күйеуімен әйелі кірді дүкенге. Енді уже апа мен ата кірді де. Мен қорқып қалдым, мыналар қазір ұрса бастайды. Ой, дайындалдым енді қазір не деп айтамын мына кісілерге. Енді бізде стандартты бұндай жауаптарға неге жауап беретін форматтарымыз бар. Соны дайындалып тұрдым. Бірақ қайдам екеу кіріп, менен жақсы біледі екен бұл саланы. Кірді, так, нам надо это деп, кәдімгідей бір 4-5 товар таңдап алды. Кассаға келіп, біз тұрақты келеміз дейді бұндай дүкендерге. Сіздерге рахмет, өте маңызды, осы жастар бұны қолданса қалай мықты болады екен деп айтты. Екеуміз сатушы, екеуміз аузымызды ашып ана кісілерге қарап тұрмыз. Не деп айтарымызды білмей қалдық. Қолда болған бір сыйлықтар болды. Аға, мынаны сізге қосайын, мынау сыйлық ретінде, мынаны сыйлық ретінде берейік сіздерге, рахмет сіздерге деп. Әбден қуандық. Ондай жағдайлар көп. Өте таңғалдыратын жайт. Таңғалдырды. Бір апа кіріп қалды. Сынок, что вы здесь продаете дейді. Енді мынандай нәрсе түсіндіре бастадым. Поймите, денсаулық мәселесін түсіндіре бастадым. Қауіпсіздік. Какие вы молодцы. Әбден мақтады ол кісі де. Мен өз баламды сендерге жіберем дейді. Баламды сендерге жіберем, ол бармайды-ау, ондай нәрсе білмейді-ау деп. Сөйтіп, өзіңіз айтқандай қарсылық білдірет деп кіріп қалған адамдардан, наоборот, мақтау естіп жатырмыз да. Өзекті мәселе бізде жалпы бала мен ата-ана арасында, ер мен әйел арасында диалог құра білу, бір-бірімен ашық сөйлесе алу, бір-біріне сене алу. Яғни мен осындай өзімнің қалауларым жайлы айтқанда, мысалы әйелім немесе ер азаматым мені ұялтпайды, маған бір басқа көзқараста қалмайды деген жаңағы қорқыныштан арылу керек сияқты да. Мысалы
сіздер бір-біріңізге ең жақын адамдарсыздар, иә? Егер де бір-бірлеріңізге сеніп, ойларыңызды ашық жеткізе алмасаңыздар, онда жұптық өмір сүрудің маңызы неде деген сұрақ туындайды. Сондықтан да бір-біріңізге ашық түрде ойларыңызды жеткізе алу, дұрыс диалог құралу, бұл сіздердің мысалы қарым-қатынастарыңыздың мықты болуына, бір-бірлеріңізді қолда көрсете арқылы алға жылжуларыңызға көптеген жаңағы роль атқарады. Ерлі-зайыптар арасында бір партнер ләззат алмай жүрсе, бір мақсаттарына жетпей жүрсе, қуанбай жүрсе, онда өмірдің барлығына бұл әсер ететінін ұмытпайық. Сондықтан біз қазір талқылап жатқан мәселе тек қана сіздердің төсектеріңізде, спальняларыңызда қалып қалатынын ойламаңыздар. Өміріңіздің барлығына тікелей әсер ететінін ұмытпайық. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Ержан мырза, жаңағы керемет әйел адамдарға арналған кез келген өлшемде, кез келген модельде керемет ішкі киімдер дайындап қойған екен. Ал ер адамдарға керемет жаңағы сапалы смазкасы бар. Бізден сіздерге тапсырма, егер де ұтқыларыңыз келсе. Жалпы біз бұндай заттардың пайдасы жайлы, ерекшелігі жайлы бағанадан бері айтып жатырмыз. Бірақ сіздердің бұндай нәрсеге қаншалықты дайын екендеріңіз, қандай тосқауылдары бар екендеріңіз жайлы біз білмейміз ғой. Сондықтан осы қандай тосқауылдар бар шын өмірге, жеме-жеміне келгенде шын өмірде сіздерде осындай заттарды қолдануыңызға қандай жаңағы барьер, жаңағы тосқауыл дейміз ғой, сондай шын мәнісінде қандайлар бар екенін жайында, және де осыны қолданып көрдіңіз бе, қолданып көрмесеңіз не кедергі жайлы осы пікір қалдырсаңыздар. Оған қоса сіздердің жазған жауаптарыңызды, достарым, біз әр қорқыныштарыңызға жауап жазуға тырысамыз. Мықты видео түсіріп, бұнда контент ретінде қолданып, өзіңізге және сізден басқа адамдарға да пайдалы болатынын ұмытпаңыздар. Өйткені сіздің шектеуіңіз қасыңыздағы адамдардың шектеуі болуы мүмкін. Оның жауабын алған кезде басқа адамдарға да пайдалы болатыныңызды ұмытпаңыздар. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Бастапқыда сіздер үшін бір күрделі қабылдау болса да, бір қызық ақпарат бере алдық деп ойлаймын. Бастысы өздеріңіз жаңағы бірден қарсылық арқылы түсінік танытпай, жаңағыдай өзіңізді дамытуға, жаңаша бір сезімді өзіңізге сыйлаудан бас тартпаңыздар. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба аласыз.